Терроризм – тұтастықты бұзатын қатер. В нескольких городах нашей страны прошло задержание религиозных радикалов. По данным ведомства задержаны и взяты под стражу подозреваемых в пропаганде и насиловании терроризма. Еліміздің үш өңірінде терроризмді насихаттап қаржыландырған радикалдар ұсталды. По подозрению в пропаганде терроризма были задержаны 4 религиозных радикалов. Терроризм бүкіл адамзатқа, тұтас өркениетке қарсы жасалатын қатерлі қылмыс. Әлемнің кез келген нүктесінде мақсатына қарай формасын, құрылымын, мазмұнын өзгерте береді. Өзгермейтіні бейбіт ортаны бүлдірудің тәсілі ғана. Отқа оранған көп елдегі ахуалды сараласақ, әуелде дау әлеуметтік мәселелерден басталған. Оңтайлы сәтті қалт жібермейтін алпауыттар өзгелердің ішкі мәселесіне ашық араласа алмайды. Сондықтан сойқанның сценарийін сырттан сызады. Қолдан ағым жасап, қаржылай қолдап, қарумен қуаттайды. Сол жобаның алғы шебінде Абдуллох Зуфар сияқты небір шешендер шығып жүр. Ол бүтінді бөлшектеуге бейімделген псевдоуағызшы, адамгершілікке, имандылыққа ұйытатын құндылықты саяси құралға айналдырып алған. Арандатушылық сүрлеудің барлық ойпан қыратты өткелдерінде сыналып шыңдалған. Діни терминдерді бұрмалап, содырлардың зорлық зомбылығын қашанда ақтап алады. Таяу шығыстан тынбай озбыр идеологиясын таратады. Сорақысы, көкірегі қараңғы тобыр әлі де сенеді. Көсемдерінің нені көксейтінін де түсінбейді. Әйтеуір ұрандата береді. Жалпы әлем күш біріктіріп, террористік ұйымдарды бүгін көрге көнбесе, ертең жеті басты аждақадай басқасы шығады. Себебі бұл қылмыстың тасасында есірткі трафигі, заңсыз қару-жарақ пен адам саудасы қызып тұр. Қиянаты көпті өлімге итермелейтін Абдуллох Зуфардың да көмейіне құм құйғанмен оны алмастыратындар табылуы кәдік. Сондықтан арандатушыларға арандап қалмаудың жалғыз жолы бірлікті бекемдеу, сенімсіз көздерден ақпарат алмау, дін туралы сөйлеп, Алланың атын айтты екен деп әлдекімнің айдағына ермеу. Сақтансаң сақтармын деген тәмсілді ойына түйген жан терроризм мен экстремизм секілді қатерден де құтылары айдан анық.